Еркем, өмірің болсын көркем. Қыздың құндылығын Құдайдың өзі көтеріп қойған. Қымбатты достар, қадірлі қарындастар, аяулы әпкелер, бүгін мен өте маңызды тақырыпқа көңіл аударып отырмын. Ол қыз тағдыры. Қызы құрметтелген, қызы бақытты болған елдің басқа да бақытты бүтін боларына көзіміз жетіп жатыр. Себебі қыз дүниеге ұрпақ әкеледі. Қыз ер адамға шабыт сыйлайды. Қыз қоғамды қылығымен жұмсартады. Қыз үйдің ішін нұрландырады. Бір сөзбен айтқанда, қыз береке. Сондықтан осындай маңызды тақырыпқа көтеретін жүгі өте ауыр әрі күрделі тақырыпқа бүгін уақыт тауып берген Аллаға сансыз шүкірліктер. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Ниетімізді, ықыласымызды осы білімнен пайда алуға қояйық. Адам өмірінде шешім қабылдайтын маңызды сәттер болады. Сізге бір сәулелі ой келді делік. Сол ой ондаған жылдар бойы өміріңізге шуақ шашып тұруы мүмкін. Ал кейде адам баласы бір шешуші сәттерді өткізіп алады. Сосын оның өкініші өмір бақи кетпейді. Сізді дұрыс шешім қабылдап, өмірлік маңызды білімге бет бұруыңызбен құттықтаймын. Қыз өріс. Қазақтың жер дауы және жесір дауы деген екі үлкен дауы болған. Біріншісі біздің қасиетті жерімізге байланысты болса, екіншісі осы нәзік жыныстыларға байланысты дау, яғни жесір дауы. Оның себебі көп. Ұзатылған қызыңның бақытсыз болуы, қызыңды басқыншы жаудың алып кетуі, қызыңды басына ренжітуі мүмкін. Ал кейде қыз арқылы дау бітуі тоқтауы мүмкін. Өйткені құдаласу арқылы қыз екі ел ортасындағы үлкен мәселелердің шешілуіне ұлы себеп болады екен. Сондықтан қазақ тарихына қарап отырсаң, судың түбін шым бекітеді, даудың түбін қыз бекітеді деген мақалға сай келетін тұстары көп. Яғни саясатта да даулы мәселелер де қыздың алар орны ерекше. Алайда дәл осы кезде, дәл осы сәтте, дәл осы күндерде біздің қыздарымыздың мәртебесі өз дәрежесінде ме? Біздің қыздарымыздың абыройы, жүрегінің тыныштығы, өзі қанағаттанатындай немесе Алла разы болатындай дәрежеде ме? Өкінішке орай, сіздерден келіп жатқан хаттарға, кері байланысқа қарасақ, олай емес екеніне көзім жетеді. Бұрын ұлға тән мінез, қызға тән қылық болушы еді. Күн өткен сайын қыз бала мен ер бала арасындағы айырмашылық азайып барады. Ол тек киімінде емес, жүріс-тұрысында, мінезінде, тіптен әр нәрседен алған әсерінде көрініс табуда. Адам болған соң қоршаған дүниелерге әсерленеміз ғой. Кейде қарасаң, ол балалар да қыздар сияқты әсерленіп, нәзік қылық байқатып жатқанын көресің. Немесе қыз балалардың ол сияқты томаға тұйық, қабақ түйіп, қарадүрсім мінез көрсетіп жатқанын көреміз. Мінекей, осы жайында бүгін сіздермен әңгімелесмекшіміз. Яғни қыз және қоршаған орта, қыздың отбасындағы орны, ата-анасымен қарым-қатынасы, өзін-өзі қадірлей білу, рухани даму және қыз тәрбиесіндегі маңызды мәселелер жайында ой қозғағымыз келеді. Бір ғана мысал. Ер бала мен қыз баланың физиологиясының өзінде, яғни дене тұрқында 180 түрлі айырмашылық бар екен. Қыз баланың қабырғасы ер баланың қабырғасына қарағанда жұқалау болады. Ол баланың иығы кеңдеу болса, қыздың омыртқа сүйектері әлсіздеу келеді. Осындай ойлаңызшы, 180 түрлі айырмашылық бар екен сүйектерінің өзінде. Ал оның психологиясында, өмірді қабылдауында, сезімдерінде ше? Әлбетте,
өте үлкен айырмашылықтар бар екені даусыз. Біз енді қыз баланы білу үшін, қыз баланың қоршаған ортасын білу үшін, қай заманда өмір сүріп жатқанымыз туралы бір ауыз айтып өтуіміз керек. Қазір қатыгездік басымдау, мейірім азайып бара жатқан кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Әйгілі Мұхтар Ниязов ақын бауырым аэропорттан ұшаққа дейін апарып мінгізетін уақытша автобустағы орындыққа таласып отырған екі адамға өмірдің жалған екенін қалай түсіндірерсің деп айтып еді. 100 метр жердегі ұшақ апаратын автобус ішінде 5 минуттық орынға таласып отыратындар тәрізді адамдар өмірде көп. Не болса соған жаға жыртысып, ұрысып керісіп, бір-бірінің жүйкесін тоздырып жүрген адамдар. Алла сақтасын, төңірегімізде аз емес. Өкінішке қарай мейірімін төгіп, кеңшілік жасап, бірінші болып кешірім сұрауға қадам басатын, сенің басыңның қадірін біліп, оған деген құрметіңнің бағасына жетіп, сенің шынайылығың мен тазалығыңның құнын құрметтейтін адамдар күн сайын азайып бара жатқанына куә болып отырмыз. Демек, мына заман қандай заман десе, бұл ақпарат билік жүргізген, масс-медиа үкім айтып тұрған заман екенін көреміз. Бұқаралық ақпарат құралдары ең ықпалды күшке ие болған уақыт. Қазір бақ қандай жолға бағыт сілтесе, адамдар соған бейімделіп өмір сүреді. Соған сай өзінің өмірлі қағидаларын зерттей бастайды. Бұрындары мысалы көбінде аз да болса нақты білімге сүйенетінбіз, түйсікке сүйенетінбіз, жүрегіміз не дейді екен деп жүрегімізді тыңдадық. Бұрынғылардан қалған даналыққа немесе қандай да бір ортаның сіңірген тәрбиесіне сүйендік. Ал қазіргі уақытта көбіне көзбен шалған, құлағымыз ілген ақпарат әсеріне ғана сүйенетін болып жатырмыз. Яғни, бізді көбіне күнделікті қалыптасқан медиабиографиямыз тәрбиелеп жатыр. Қыз бала сезімі үркек, әр құбылыстың әсерін байқағыш болғандықтан, бұл ретте тез өзгеріске түсуде. Себебі төңірегімізде күн сайын кім киім киюден бастап, жүріс-тұрысқа, күйеуге шығуға, бала тәрбиелеуге, өзіңді өзің бағалауға байланысты көптеген жаңалықтар қалыптасып жатыр. Заңдылықтар қалыптасып жатыр. Мысалы, көшеге шықтыңыз, елдің барлығы көкшіл түсті пальто киіп, көкшіл түсті кофта киіп шыға бастаса, біраздан кейін сіздің көзіңізге көкшіл түс ыстық болып көріне бастайды. 5-6 күннен кейін базарға немесе сауда орталығына барған кезде көзіңізге көкшіл түс керемет жылы ұшырай кетеді. Неге? Медиа әлем сізге соны сіңірді. Назарыңызға қайта түсе берді. Біраздан кейін сіз де барып шынымен де көкшіл түс қазір трендте, әрі маған жарасады деген сынды сондай ойларды аласыз. Сол сияқты қаншама әлемдік кино өндірістің туындыларын кинотеатрдан көреміз. Ондағы қыздың өзін-өзі ұстауы, таңертең ояна сап ащы көпені құжылдатып қайнатып ішуі, душқа түсіп ақ сүлге оранып жүруі, киінуі, ұстаған сөмкесі, сыртта фастфуд тағамын жеп, рақаттана кетіп бара жатқаны, тағы басқа көріністер бізге ең бақытты адамның бейнесі немесе жолы болған адамның таңертеңгі оянғаннан бастап жұмысқа кіріскенге дейінгі бір керемет образы болып көрінеді. Сол көрініс экранда бірнеше рет бейнеленіп, алдыңыздан қайта шыға берген кезде соны қалай сіңіріп, соған қалай бейімделгенімізді білмей қаламыз. Тура сол секілді қазіргі кезде қыздың бақыты жайында қоғамда не айтылып жатыр? Қызды ата-анасымен немесе күйеуімен, бала-шағасымен бірге қарастырмай, жеке тұлға ретінде бақытты болу үлгісі қатты насихатталып жатыр. Мысығын құшақтаған, күшігін қолтықтаған, жалғыз өзі әлемді аралап саяхаттап жүрген, жалғыз өзі қонақ үйде оянған, жеке ас ішіп, бір өзі релакс халінде жатқан. Я, жалғыз өзі.
Бұл да сырттан таңылып жатқан обыр мәдениеттер мен алпауыт күштердің идеологиясы. Одан басқа ештеңе емес. Біздің қазақ қыздарының арасында анасының қадірін, әкесінің қадірін, бауырының және туыс туғандарының қадірін біліп, сабағынан босай қалса, әке-шешесіне асығатын, сәл қолы тие қалса, туысқандарына асығатын қаншама жаны нұрлы қыздар бар. Бірақ оларды кім бағалап жатыр? Қыз баланың ортасы, қыз баланың қоғаммен қарым-қатынасы үлкен мәселе. Соның ішінде отбасынан ұзап шыққан кезеңі аса маңызды. Сондықтан қыз баланың ата-ана мәселесіне келсек, әр түрлі тағдыр бар, сан алуан жағдай бар. Біреуінің әкесі, біреуінің шешесі қайтыс болып кеткен, енді біреуінің әкесі де, шешесі де жоқ. Немесе әкесі мен шешесі де бар, бірақ бірінің әкесінде мінез нашарлау немесе ішкілікке жақын делік. Біреуінің шешесі қаталдау болса, біреуінің шешесі мейірімді болады. Осы сияқты түрлі жағдайлар көп. Бірақ осы жерде бір нәрсені ескеруіміз керек. Қалай болғанда да әке жалғыз, шеше біреу. Әке біреу, шеше жалғыз. Бір қыз өмірінде мүмкін бірнеше рет тұрмысқа шығуы мүмкін. Бір қыз өмірінде бірнеше баланың анасы атануы мүмкін. Бірақ оның тағдырына бірақ әке, бірақ шеше бұйырады. Сондықтан олардың көңілі сынық болса да, жүйкесі тозған болса да, ақылы шаршаған болса да, біз сол әкені құрметтеп, сол шешені сыйлауға міндеттіміз. Неге? Көптеген қыз балалардан келген хаттарға қарасақ, мен шешеммен сырласа алмаймын, шешеме жақын емеспін деп жатады. Я, шешеңіз сізге жақын болмаған шығар. Себебі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары оңай болмады. Сіздерді қалай жеткіземін, қалай киіндіремін, қалай тамақтандырамын деп сабылған әке-шеше көп болды. Бірақ олардың жүрегіндегі махаббат пен мейірім еш уақытта өшкен емес. Егер перзент ретінде әке-шешеңізді қуанта алсаңыз, баласы болғандықтан сабырыңыз ерекше сабыр қылып, оларды іштей қуантатын әр түрлі нәтижелерді көрсете берсеңіз, күндердің күнінде қандай болса да ата-ананың ашуы басылады. Араларыңыз томаға тұйық болса, ашылып сырласып, құшақтайтын жағдайға келеді. Соңында тіптен сізге жылап тұрып, ата-аналық махаббатын ашық түрде паш ететін күн туады. Әрине, егер сіз перзент ретінде тырысып, сол анаңыздың немесе әкеңіздің көңілін орнына түсіре алсаңыз. Кейде мынадай жағдай болады. Әй, осы қызым жоғары білім алсыншы, немесе қалаға туыстарына жіберейінші, ел көрсін, жер көрсін, деп ата-ана қызын қалаға аттандырады. Ал қыз баланың қолынан келетін бір нәрсе, қызың жақсы екен деген сөзді сеніп отырған ата-анасына естіртуде тырысуы. Ол үшін не істейміз? Ол үшін ең бірінші кезекте ата-анамызға үздіксіз үнемі хабарласып, амандығымызды білдіріп тұрамыз. Екінші кезекте өзің үшін маңызды болған нәрселер болса, соны ата-анаңа айтып, ақылдасып отырамыз. Кейбір қыз балалардың қателігі, біз қаладамыз, жақсы ортадамыз, бәрін білеміз, бәрін түсінеміз. Әке-шешеміз бұрынғының адамдары, көп нәрсені түсіне қоймайды. Қазір заман өзгеріп кетті деген сияқты ойда болуы. Бұл негізгі қате пайым. Себебі ата-аналарыңның ештеңе айтпағаны білмегендігі емес. Олар қызының, перзентінің көңіліне қарағандықтан, оны іштей жақсы көргендіктен, кейде біліп тұрған нәрсесін айтпай, сезіп тұрған нәрсесін ескертпей, үндемей қоя салады. Сондықтан қазақта ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің, ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің дейді. Жалалы болып түрмеге түсіп, немесе апатқа душар болып қалсаң, ағайынды іздей бастайсың. Немесе өзің балалы болып, балаң сені тыңдамай жатса,
немесе балаң сені қуантып жатса, шіркін-ай, мен әке шешемді осылай қуанта алдым ба, әлде қуанта алмадым ба, немесе менің әке шешем де мені осылай уайымдаған екен ғой деп өз әке шешең есіңе түсе бастайды. Жамбыл Жабайып атамыз 95 жасқа келгенде Мәскеу төріндегі әйгілі жиыннан кейін оңаша қалып жылап отыр дейді. Жанында ілесіп жүрген Нартай Бекежанов, Кенен Әзірбаев сияқты інілері «Жәке, неге жыладыңыз?» десе, «Әкем жоқ қой» деген екен. «Ой, өзіңіз 95-ке келіп баба болып отырсыз. Әкеңіз неге есіңізге түсті?» десе, «Әкем, адам боласың ба, болмайсың ба?» деп баяғыда уайымдайтын еді. «Сол адам болғанымды әкем көрмеді-ау» деген екен. Сонда 95 жасқа келіп ата емес баба болып отырған Жамбылдың өзі шіркін-ай, осы бір жақсылығымды әкем көрсе ғой деп армандаған екен. Ақылды қыз бала да көбінде әке шешесіне өзінің жақсылығын көрсеткісі келеді. Кейде әке шешеңіз өзіңізді тыңдамай жатса, сізге көңіл бөлмей жатса, уайымдамаңыз. Ол сізді жек көргеннен емес, уақыты болмай жатқан болуы мүмкін. Сол сәтте ойында басқа бір проблема тұрған шығар. Тыңдалмадым деп бетіңіз қайтып қалмасын. Өз пікіріңізді ерте ме кеш пе анаңызға жеткізуге тырысыңыз. Ата-ана кеш естісе де жүрегімен жауап беруге тырысады. Өкінішке қарай, кейде төбесіне көтеріп өсірген әкеміз қоңырау шалған кезде телефонды көтеруге шамамыз келмей қалып жатады. Кейде түнімен оянып, ақ сүтін соңғы тамшысына дейін сарқып берген анамызға қалтамыздағы соңғы ақшамызды қарпып бере алмай қалып жатамыз. Қасиетті Құранда Алла тағала Раббың өзіңе ғана ғибадат етулеріңді, әке шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке жетсе, тух деме, кейіс білдірме. Сондай-ақ ол екеуіне зекіме де сыпайы сөйле деп жатыр. Яғни, әке шешелерің қартайса, оларға мейірім қанатын жайыңдар дейді. Алла тағала ата-аналарға, бала шағаларыңа мейірімді болыңдар деп жатқан жоқ. Өйткені кез келген ата-ана бала шағасына мейірімді болатыны сөзсіз. Бірақ кез келген бала ата-анасына мейірімді бола бермейді. Сондықтан, құрметті қыздар, ардақты арулар, қарындастар, өмірде жолым жабылмасын десеңіз, жолым ашық болсын десеңіз, адамзат баласының ішіндегі екі адамның, екі жақыныңыздың батасын алуға тырысыңыз. Ол әкеңіз бен анаңыз. Егер олар өмірден өтіп жатқан болса, онда солардың жақсы көрген адамдарымен сыйласыңыз. Анаңыздың төркінімен, нағашыларыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Егер әкеңіз өмірден өтіп кеткен болса, оның туысқандарымен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Сонда сіз әкеңізбен жақсы қарым-қатынаста болған болып есептелесіз. Өйткені қазақ әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Әке шешесінің батасын алған қыз еш уақытта жаман болмайды. Сүрінсе де, сынбайды, құласа да, қирамайды. Тұрмысқа шығатын болсаңыз да, оқуға баратын болсаңыз да, қандай жағдай болмасын, ата-анаңыздың батасын алыңыз, ризашылық сезімін оятыңыз. Көп қыздарда әкем, шешем мені түсінбейді деген қамығу бар. Сол себепті өміріңдегі ең маңызды нәрселерді құрбыларымен ақылдасып жатады. Құрбылары да күндіз түні соның бақытын ойлап жүрген сияқты көреді. Я, сіз құрбыңызбен өмірдің түрлі тақырыптарын талқылауыңыз мүмкін. Киноға, кафеге бірге барасыз, қыдырасыз, табиғатқа, паркке барасыз, әртүрлі қызықтарды бірге өткізесіз. Бір-біріңізге әзіл суреттер жібересіз. WhatsAppта түрлі хабарламалар қалдырып сөйлесесіз. Бірақ сіздің өміріңіздегі негізгі мәселенің түйінді шешімін бәрібір құрбыңыз қабылдай алмайды. Ол да өзіңіздей тәжірибесі аз, сезіммен алысқан, өз проблемаларын шеше алмай жүрген аз күндік серігіңіз ғана. Киноларды қараңызшы, өмірдің өзі де жазылған сценарийлердің орындалуы ғой негізі.
Қыз жақсы жігітпен жүргенде кейбір жан құрбылары қызғанып абайсызда ажыратып жіберіп жататын кездер болады. Немесе құрбысы ақпаратты сәл басқаша қателесіп айтып жіберіп, некелесер жігітімен ұрсысып қалып жатқан қыздар да көп қой. Сол себепті қыз бала болсаңыз, ата-анам түсінеді, түсінбейді, жақсы көреді, жек көреді демей, олардың жүрегіне сол жол тауып, солармен ақылдасып, сырласуға тырысып, шешімді бірге қабылдауға тырысу керек. Тікелей анаңызбен сөйлесе алмайсыз ба? Немесе тікелей әкеңізбен сөйлесе алмайсыз ба? Ондай кезде не істейсіз? Оның мынадай жолдары бар. Біріншіден, анаңызбен сөйлесе алатын адамға айтасыз. Анаңызбен кім сөйлесе алады? Сіңлісі, келіні. Немесе әкеңізбен кім сөйлесе алады? Ұлы немесе басқа бір бауыры. Солар арқылы шығып, сіз өзіңіздің жаныңызды мазалап жүрген нәрсені жеткізуге тырысасыз. Көбінесе біздің қателігіміз әке-шешемізге тікелей сөйлесіп, ойымыздағыны жеткізе алмағандықтан қорқақтық тұрамыз. Бетіміз қайтып қалады. Сөйтіп уақыт өткізіп, мәселені қиындатып аламыз. Кейде уақытты өтіп кеткеннен кейін сол мәселе қайтадан көтерілмей қалып жатады. Қыз балаларға тағы бір ескерту. Әке-шешеге өтірік айтпау керек. Себебі әке-шешені алдағанмен Құдайды алдай алмаймыз. Ал Алла тағала әке-шешенің дәрежесін көтеріп қойғандықтан оларды алдауға болмайды. Кейде қалаға оқуға келген кезде қыз балалар сабағына үлгермей қалып жатады. Сол кезде ата-анасына өтірік айта бастайды. Сабағым жақсы, бәрі керемет деп алдауды ең тыныш шешім деп есептейді. Немесе өзінің өміріндегі кейбір проблемаларды айтпай, бәрі жақсы деп жалған айтады. Жарайды, ата-анасының қолында сіздің мәселеңізді шешетіндей дүние жоқ шығар. Бірден шешім бере алмайтын да шығар. Бірақ олар дұға оқып тілек тілейді ғой. Ата-ананың баласына тілеген тілегі ең ізгі тілектердің бірі. Міне, осы мүмкіндіктен сіз айырылып қалмауыңыз керек. Әке-шеше сізге киім алып бере алмаса да, сіздің материалдық жағдайларыңызды бүтіндей шешіп бере алмаса да, сіз әке-шешеңіздің дұғасынан қалып кетпеңіз. Әсіресе қыз балалар, анашым, маған бір дұға қылып қойыңызшы, ертең маңызды шешім шығатын еді. Анашым, әкешім, маған бір дұға қылыңызшы, тілек тілеңізші, өмірімде осындай бір маңызды сәт болайын деп тұр. Бір шешім қабылдайын деп жатыр едім деген нәрсені әрдайым айтып отыруыңыз керек. Ата-анаға байланысты әртүрлі жағдай бар. Мысалы, кейбір қыз балалардың ата-анасы ажырасып кетеді де әкесіне өкпелі болып жатады. Себебін сұрасаң, бізді кезінде тастап кетті, анамның қадірін білмеді, бізге деген махаббаты болмады дейді. Осы жерде бір нәрсені айтып өткім келеді. Әке-шешенің күнәсі үшін бала сұралмайды. Әке-шешенің қателігін біз еш уақытта өзіміз ата-ана болмайынша түсіне алмаймыз. Сондықтан, егер әке-шешеміз ажырасқан болса, ол жерде біз көрген де және көрмеген де көптеген жағдайлар бар. Ешқашан әке-шешеміз туралы жаман ойламауымыз керек. Оның біздің әкеміз екенін, оның қаны біздің денемізде жүргенін ойлауымыз керек. Сіз әкеңізге қанша өкпелеп қалсаңыз да, қанша ренжісеңіз де, біліңіз, әкеңіздің алақанын жайып, құлыншағым, осы қызымның жолы болса екен деген бір тілегінің өзі сіздің өміріңіздің үлкен асқар белге, анау арман болған жеңістердің жеңісіне шығарып жібереді. Әкеңізбен қалай болғанда да мүмкіншілік болса байланыс орнатуға тырысуыңыз керек. Сыйлық беріңіз. Кейде әкем мені жек көреді деп, әкеңізді жек көріп, қырын қарап, теріс бұрылып жүргесіз. Шынында әкеңізбен байланысқа шығып, сөйлессеңіз, оның өксіп жылағанына, құшақтап еркелеткеніне куә боласыз. Неге жаман ой ойламаймыз? Өйткені біз өз ойымызбен өмір сүріп жатырмыз. Мен жек көрермін, әкем де мені жек көреді деген ойды санамызға сіңдіріп аламыз. Ауыр психологиялық ауруға душар болған немесе терең күйзеліске түскен әке болмаса, ешбір әке өзінің қызын жек көре алмайды. Себебі қызының кінәсі жоқ.
Ол оның шешесімен ажырасты, қызымен араздасқан жоқ. Сондықтан әке шешеміздің арасында қандай мәселе, қандай қиындық болғанын түсінбеуіміз мүмкін. Бірақ мүмкіндік болса, әкеңмен хабарласып тұруға, жол табуға тырысыңыз. Айналаңыздағы қанша адам сізді әкеңізбен байланыстырғысы келмейді. Ой, ол біткен адам ғой. Ой, сол әкең ба? Әкеңді білеміз ғой кім екенін дейді. Бірақ сол айтып жатқандарының бәрі ақиқат болмауы мүмкін. Себебі ол олардың әкесі емес, немесе әкесі болса да, олардың әңгімесінде өз мақсаты болмауы мүмкін. Ал сізге әкеңіздің батасы керек, сізге әкеңнің мейірімі керек, сізге әкенің бір жылы назары керек. Тіптен әкесі төсек тартып жатқан, әкесі өмірден өтіп кеткен қаншама перзенттердің сөзін естідім. Олар, шіркін-ай, көзі жылтырап, төсекте жатса да, әкеміздің тірі болып, бізге мейірленіп қарап жатқаны ештеңе жетпейді ғой дейді. Әкеңіз сізге қатал, сұсты болып көрінгенімен, оның ішінде перзентке деген лаулаған от жанып жатыр. Біз сол отқа міндетті түрде жылынуымыз керек. Сол оттың жылуынан құр қалмауымыз керек. Сол әкенің бізге деген махаббаты мен мейірімі оты. Егер әкеңізбен қандай да бір проблема болатын болса, ең бірінші Алладан, ей Аллам, әкеммен қарым-қатынасымды дұрысташы. Шешем екеуі ажырасты, екеуі екі жақта жүр, бірақ әкеммен қарым-қатынасымды дұрысташы деп сұраңыз. Екінші кезекте, әкеңізді танитын, онымен жақсы қарым-қатынастағы адамдар арқылы шығу керек. Өйткені шешеңіз арқылы шыға алмайсыз, олардың қарым-қатынасы жақсы емес. Үшіншіден, әкеңізге сыйлық жіберіңіз. Туған күніне, қандай да бір мерекеге орайатыныңызды ашық хатқа жазып, жүрегін қозғайтындай жылы сөздермен сыйлық жіберіңіз. Үйсіз-күйсіз жүрген, бомбыжы тұрғылықты үйі жоқ, қоқыс жәшігінің қасында жатқан отбасылы балалары бар, ер азаматтар да бар. Бірде солардың өзіне әлеуметтік эксперименттер жасадық. Бомбыжы болып жүрген әкелерді жуындырып шайындырдық та, қызын тауып сөйлестірдік. Суық күнде тоңып, бойынан ешқандай жақсылық белгісі көрінбей тұрған әкенің өзі қызының дауысын естігенде солқылдап жылады. Былай қарасаң, үстінің бәрі кір қоқыс. Өмірде ешкімге пайдасы тимей, тек қана ішкеніне мәз болып жүрген әкенің өзінде қызына деген махаббаты сақталып тұр екен. Бойында жағымды қасиеті қалмаған, бірақ қызына деген махаббаты сөнбеген екен. Біздің әкелеріміздің бәрі бомбыжы болып кеткен жоқ қой. Біреуі қызметте жүр, біреуі алыста, біреуі жақында қасымызда. Сондықтан сол әке жүрегіндегі оттан жылынуға асығуымыз керек. Әкенің жылы көзі батасының арғы жағында Алланың рақымы тұр. Егер әкемізге біз бірінші болып қадам басап, батасын ала алсақ, Алла тағала міндетті түрде бізді жарылқайды. Соңғы уақытта қыз балаға қатысты өзің бағалау деген сөз көп айтылып жүр. Өзіңді өзің бағалау дегенді біз қалай түсініп жүрміз? Ал салонға бару, жақсылап бет жүзімізге қарау, терімізді денемізді күту, фитнеске бару, спортпен шұғылдану, бассейнге түсу, ақша табу, сол ақша арқылы мүмкіндік болса шетелге қыдыру, өзімізден ештеңе аямау, қымбат жерден киініп, жақсы жерден ішіп жеу ғана емес. Я, мұның бәрі жақсы әрине. Бірақ өзіңді өзің бағалаудың екінші әрі негізгі қыры бар. Ол рухани даму. Егер сіз рухани жағынан қосымша дамымасаңыз, тән жағынан қанша әдемі болғанмен, ішкі дүниеміздегі құбыжық суретіміз бәрі бір сыртқа шығып кете береді екен. Бір жерде ашуымыз бұрқ ете қалуы мүмкін, бір жерде қайбатымыз, енді бір жерде өкпе ренішіміз, қатыгездігіміз жарқ етіп жарыққа шығады. Оны күйеуге, әке шешеңізге, балаңызға немесе досыңызға көрсетуіңіз ғажап емес. Сондықтан қыз баланың өз-өзінің құндылығын көтеруді дұрыс түсінгені маңызды. Өзіңді өзің бағалаудың
бізге көбіне кім үлгі қылып, яғни кім модель етіп беріп жатыр? Әрине, батыс мәдениетінің өкілдері бізге сонау мұхиттың арғы жағынан немесе кәрі құрлық Еуропадан өзіңді өзің бағалаудың үлгілері келіп жатыр. Иә, ол ғылыммен бекітілген, дегенмен әр елдің азаматы әртүрлі, әр жердің өз менталитеті, әр жердің рухани дамуының өзіндік үлгілері бар. Мысалы, құрбан болу, қазіргі тілмен айтқанда жертва деп жатамыз. Сен еш уақытта құрбан болатын жағдайға кірме, немесе тек қана біреулер үшін өмір сүрме. Тек қана басқаларға жақсылық ойлай берме, өзіңді ойла, өзіңді ойла, өзіңді ойла, дейді олар. Сырттай әдемі сияқты болып естілгенмен, өзіңе жасалған ләззат біреуге жақсылық жасап, соның көзіндегі жас, көңіліндегі қуанышты көрген кездегі ләззатпен салыстыруға келмейді. Мысалы, бір жетім баланы киіндіріп асырайсың. Бұл әрекетің кейде саған өз балаңды киіндіргеннен артық қуаныш әкеледі. Бірақ бұл өз балаңды киіндірме деген сөз емес. Сондықтан кейде өз-өзіңді бағалау, өз-өзіңе инвестиция салу деген нәрсе бір жақты айтылып жатады. Я, бізге неге батыстың өзіңді өзің бағалау жайындағы моделін бірден қабылдап жатырмыз? Себебі біздің кешегі аналарымыз, әжелеріміз шынында да көбіне тірі қалу, балаларын аман сақтап қалу үшін жанталасты. Жаугершілік заман болды, одан кейін соғыс келді. Соғыстан кейін күнкөрістің қамы, үй жоқ, күй жоқ, бала-шағаны жеткізу керек. Кеңес одағы, кеңес үкіметі, кеңес қоғамы деген үлкен түрме сияқты болды. Бәріміз сол үлкен түрмеде өмір сүрген жазықты, жазықсыз қылмыскерлер сияқты болдық. Бір-бірімізден күдіктеніп, бір-бірімізді ұстатып жібергіміз келіп, бір-бірімізді соттатып жіберуге жанын салған темір перделі үлкен түрмеде өмір сүрдік 70 жыл. Кешегі біздің ата-әжелеріміз, аналарымыз сол үлкен түрмеден рухани қапастан шыққан. Я, олар қайтсем аман қаламын, қайтсем тірі қаламын, қалай күн көремін деген оймен өмір сүргендіктен, қазір бізге батыстан бір еркіндіктің лебі соқса, немесе әйел адам еркін болу керек десе, бұл сөзге бірден жағады. Себебі біз бабаларымыз бен аналарымыздың имани парасаты мен рухани кемелдігі, тұлғалық еркіндігі жайлы мүлдем естімедік. Жалаушы күштер жабайы жұртты өздері адам қылғандай оқытты. Соған сендік. Дала демократиясын, шығыс үлгісіндегі парасатты әйел бейнесін елестете алмадық, қиялымызға қондыра алмадық. Әйел адам еркін, әйел адамның өзінің территориясы, өзінің қамқор зонасы болуы керек. Әйел адамның өзіне инвестиция салуы, дамуы дегенді естімек түгілі руханиятымызда ондай игілік бар екенін білмедік. Ол нәрселер осыдан 150-200 жыл бұрынғы біздің аналарымызда болды. Бірақ соңғы 100 жылдағы аналарымыз ол бақыттан барынша адастырылды. Себебі не? Кешегі кеңес кезеңінің өзінде еркексің сен, Терешкова деген идеология болған. Ол не деген сөз? Әйелдер әйел екенмін деп тым нәзік бола бермеңдер. Еркексің сен, мал бақ. Әйел сен еркексің, құрылысқа шық. Әйел сен еркексің, ғарышқа ұш. Әйел сен еркексің, сен бала туа беруді ойлама. Қоғамдық құрылыста жұмыс істе деген сияқты әйелді бүкіл нәзіктігінен ажырататын, өзіне өзі көңіл білетін, рақатынан ажырататын идеология жүрген. Оның аты еркексің сен, Терешкова. Терешкованың ғарыш кемесімен ұшырып, бүкіл кеңес одағы қол шапалақтап, еркексің сен, Терешкова деп күтіп отырған. Яғни, сен ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырғанына мәз болма. Әйелдің еркекпен қатар ғарышқа ұшуы сен үшін ұлы жеңіс. Ғылым жақсы, ғарыш керек. Бірақ әйел болмысын құрбан етіп, ғылым жолында 1000 жылдық әйел нәзіктігін кеңестік идеологияға елеп беріп, отбасылық тұтастық аяққа тапталғаны өтірік емес. Еркексің сен, Терешкова, сен ана ретінде отбасы ұрпақ қамын ойлай берме. Сен еркексің, сен қоғамға құрбан бол.
әлемді таң қалдыр деп месседж ұсынып әйел атаулының арқасынан қаққан. Сондықтан қазіргі уақытта батыстан келген әй әйел, сен саясатта саңлақ, кәсіпте майталман болатын жеке тұлғасың, сен дара тұлғасың, ешкімге міндетті емессің, қалағанын жасай алатын қыз баласың деген үлгіні еш фильтрсіз бірден қабылдап жатырмыз. Батыс айтқан үлгіде бір қарағанда жанашырлықтың жан айқайы секілді, бірақ оның дастарында түбінде әйелді жалғыз мұңайту, шаршатып барып шам түбінде жалғыз қалдыру жатыр. Жоқ, қазақ қызының өзін өзі өте жоғары бағалаған кезеңдер болған. Кешегі мысалы Жәңгір хандардың қыздарға арнап ашқан мектебі, қазақ байларының қаншама қыздар үшін жасаған сәулелі қарекеттері тарихта тұр. Ыбырай, Ахмет, Міржақып аталарымыз қыздарды білімді, жан жақты болсын деп мектептерінде не шаруа жасалмады. Ардақты ұстаздардың тәлімімен қуаттанған Назипа Құлжанова, Гүлсім Аспендиярова, Аққағаз Досжанова, Ғайни Жамал Дулатова, Жаңыл Қадырбаева, Гүлшахра Досымбекова сынды көзі ашық, көкірегі ояу қазақ арулары азаттықтың ақ таңын жақындатуға қызмет етті. Алаш қайраткерлерін де қазақ қызы білімді болады, мәдениетті болады, зиялы болады. Сөйтіп зиялы баланы тәрбиелейді. Өзі мәдениетті болады, мәдениетті қоғамда тәрбиелейді. Өзі қаржылы, қаражатты болады деген ниет болды. Расында қазақ қызы дәл сондай әлеуетті болса не өзгереді? Қыздың қадірі аяқ асты болмайды. Көшедегі көрінген адамның сыйлығына көз сүзбейді. Қазақ айтады ғой, қызыңды бөтен үйге қондырма, ұлыңды бөтен үйден тондырма деп. Сондағы мағынасы не? Өз үйінде тоймаған, өз үйінен рақат көрмеген адам басқа жерден рақат көрсе, оның көзқарасы мен өмірді бағалауында көп деген үлгілер ауысып кетеді екен. Сондықтан өзін өзі бағалау туралы айтқанда ең алдымен адамда не болу керек? Ең біріншіден адам Құдаймен байланыс орнатуы керек. Яғни Алла тағалаға құлшылығыңмен барып байлану керек. Өйткені Аллаға байланған кезде, Аллаға шынайы құл екеніңізді сезінген кезде, Алла сіздің құндылығыңызды көтеріп тастайды. Қай жаққа? Ғарышқа. Алла ғарышқа көтеріп тастайды. Қараңызшы, Құранда 114-ші сүре бар. Сол 114-ші сүренің ішінде еркектер деген сүре жоқ, бірақ әйелдер, Ниса сүресі деген сүре бар. Мариям анамыздың атымен де сүре түскен. Бұл нені көрсетеді? Алла әйел адамның қор емес екенін, әйел адамның құл емес екенін, қыздың тек қана қалаған адам алып салып жүре беретін зат емес екенін, ол толық бақытты бола алатын және өзгені де бақытты қыла алатын нәзік құбылыс, қымбат құндылық екенін әлемдердің Раббысы Алла тағаланың өзі бізге осылай көрсетеді екен. Мен Испанияда болдым. Испанияның Кордоба, Гранада деген қалаларын аралап жүргенде бір ғажап көрініске куә болдым. Ілгеріде сол Кордоба және Гранада қалалары Андалусия өркениетінің алып шаһарлары болған. 1000 жыл алдын сол мәдениеті тамылжыған қала көшелеріндегі кейбір үйлерде ерекше бір тақтай белгіленіп тұрған екен. Қазір оны мұражайдан ғана табасыз. Түсінікті болу үшін таратып айтайын. Қазір қайсы бір үйдің сыртындағы қоршауға қабаған ит бар деп жазып қойды ғой. Немесе бұл үйде Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады деген сияқты 5 жұлдызы бар белгі тұратын еді ғой. Сол сияқты Кордоба мен Гранаданың көшесіндегі үйлердің қақпасында бұл үйде Құран жаттаған пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның 6 сахих кітабын жаттаған қыз тұрады. Сондықтан тыныштық сақтап өтіңіздер деген жазу тұрады екен. Қараңызшы, қызда қалай қадірлеген, қыздар қандай білімді болған, үйде ғылыммен айналысып жатқан ғылым қыз тұратын болғандықтан. Ей жолаушылар, мына үйде Құдайдың сүйікті құлы ғалым қыз тұрады. Ол үйдің қасынан мазасын алмай тарсылдатпай өтіңдер деген ескерту тақтасын іліп қойған екен. Ойлаңызшы, қазір кей үйлерде қыздың жататын бөлмесі де төсегі де жоқ.
Ал қыздың қадірі жоғары болған қоғамдарда қыздың жататын бөлмесі емес, қыздың тұрып жатқан үйінің қасынан тарсылдатпай жайлап өтіңдер деген тақтайша ілініп тұр. Сондықтан қыздың дәрежесі, қыздың өзін өзі бағалауы деген жай нәрсе емес. Қыздың құндылығын Құдайдың өзі көтеріп қойған, иманмен, біліммен, ұятпен биік еткен. Кімнің 3 қызы бар болса, жақсылап тәрбиелеп Құдаймен байланыстырса, сол жәннатқа кіреді деген мағынада хадис бар. Қыз бала үйде жүргенде әкені жәннатқа кіргізуге себеп болатын, оның төңірегіндегілердегі бақытқа бөлейтін жан екен. Ал енді қарасаң, біраздан кейін ол бір үйге келін болып түседі. Сендердің араларыңдағы ең жақсы еркек өзінің әйелімен жақсы қарым-қатынаста болған еркек дейді. Сонда қыз бала әйел болған кезде де ең жақсы құрметке, ең жақсы қарым-қатынасқа лайықты тұлға болып тұр. Енді бір уақытта ол ана атанады. Ана болғанда ше, жақсылықты бірінші кімге жасайын дегенде пайғамбарымыз Мұхаммед анаңа, екінші жақсылықты кімге жасайын дегенде анаңа, үшінші жақсылықты кімге жасайын дегенде анаңа, төртінші жақсылықты кімге жасайын дегенде әкеңе деп жауап берген екен. Сонда қыз бала кезінде де құрмет көруге тиіс. Келін болған кезінде де жақсы қарым-қатынасқа лайық. Ал енді ана болған кезде тіптен бүкіл жақсылықтың иесі болып шығады екен. Сондықтан Алла тағаланың өзі қыз баланың бағасын, қадір-қасиетін мүмкін емес дәрежеге көтеріп тастаған. Өйткені исламға дейін қыз балаларды қол сияқты, зат сияқты көтерген қоғамдар болған. Оны ерлердің біреуі жар етіп алып, біреуімен ажырасса, келесі біреуі алып, келесі біреуі ажырасып тастап кетсе, тағы біреуі үйленіп кете берген. Немесе оларды жезөкшелер үйінің құралы сияқты пайдаланған кезеңдер болған. Алла сақтасын. Сондықтан қыз баланың құндылығын бірінші Алланың өзі көтерген. Екінші қыздың құндылығын әке-шешесі көтереді. Мысалы, мен 4 қыз тәрбиелеп отырмын. Таңертең оянған кезде намазымызды оқып, жуынып, шайынып алған соң, бірінші іздейтінім қыздарым. Айшам қайда, Фатимам қайда деп қыздарымды іздеймін. Сөйтіп ас бөлмесіне кіргенде алдымнан қызым шықса қуанамын. Бірінші қызымды құшақтаймын, бетінен сүйемін. Неге? Әкесі қызына таңертең мотивация беруі керек. Әке құшақтауы керек, әке сүюі керек, әке еркелетуі керек. Әке қанша шаршап тұрса да, көңіл күйі болмай тұрса да, қызым бірінші бауырына басуы керек. Өйткені қыз баланың еркекпен қарым-қатынасы бірінші әкесінен басталады. Әкесі қызына жақсы әсер қалдыруы тиіс. Ол әкеден еркектің рақатын, әкеден еркектің қамқорлығы мен мейірімін көрмесе, көшедегі көрінген ішетін, ойнайтын, шегетін бір жігіттің алдауына түсіп қалуы мүмкін. Соның алдын алу үшін еркектік мейірімге тойып тұруы керек. Әке мен аға арқылы еркектік махаббатқа тойып тұруы керек. Еркектік махаббатқа тойып тұрған қыз бала көшедегі біреудің өтірік алданғанына, біреудің мақтағанына мәз болып, артынан еріп кете бермейді. Себебі ол айрықша көңіл бөлгендіктен өте рухани тоқ. Ол қадірлі қыз. Ол аяқ асты қорлауға лайық емес екенін өте жақсы біледі. Қыз бала әкесінің еркесі ғана емес, байлығы. Ол әкесінің абыройы. Ал әкесі ішсін, жесін деп тек қана материалдық игіліктерді үйіп төгіп, қызымен рухани байланыста болмаса, онда көшедегі мәдени қоғамдық байланыстағы басқа біреулер оның жүрегіне өзінің жібін байлап алып кете береді екен. Қыз бала үй ішіндегі ең қымбат біздің қазынамыз, қыз біздің капиталымыз. Қыздың бойындағы қадір-қасиеттерді дамытып, көбейтуге тырысуымыз керек. Ең бірінші кезекте, мысалы, гүлді біз қай жерге қоямыз? Қай жерде күннің көзі көбірек түсетін болса, сол жерге қоямыз. Үйдің ішіндегі ең әдемі жер қыздікі болуы керек. Жарығы мол түсетін, қандай әдемі бөлмең бар. Ешкім мазалай бермейтін, кең әрі әдемі бөлме қыздікі болуы тиіс. Бұл жерде талас болмау керек. Ол қыздікі. Жақсы бөлме қыздікі, әдемі төсек қыздікі, әдемі перде қыздікі.
Ұлдың бөлмесіне жөндеу жұмыстарын жасамай кейін жасасаң да қыздың бөлмесінің қажетін жасап бер. Себебі қыздың әдеміліктен алған әсері ұзақ уақыт сақталады. Ренжіп қалса да, қуанса да қыздың бойында ол ұзақ уақыт сақталады. Қуанышы да ұзаққа созылады. Реніші де ұзақ уақыт кетпей жүріп алады. Ал ұл бала ондай емес. Ол бір ойнап келсе болды, өкпесін ұмытып кетеді. Ұл бала бір киіммен бірнеше күн жүре береді. Бір төсек жапқышты ауыстырмай бірнеше күн жата береді. Өзінің бөлмесіндегі пердесінің түсін білмеуі де мүмкін. Бір жылдан кейін, перденің түсі мынадай ма еді деп қарауы мүмкін. Ал қыз бала әрбір детальға назар аударады. Ол пердедегі бүкіл көбелектің суретін жаттап алуы мүмкін. Ол өзінің төсек жапқышындағы әрбір ою-өрнекке қарап қиялға берілуі мүмкін. Үшінші, қыздың құндылығын ағасы көтеруі қажет. Сіздер қыз жібектің киносын көрсеңіздер, қыз жібекті төлегенге ұзатар алдында оның қасында үнемі ағасы қаршыға жүреді. Ағасы екі ортада жүреді. Неге? Себебі аға махрам, аға қамқор, аға уәкіл, ол үшін жауап беретін адам. Енді осы жерде маңызды бір нәрсені айтып өтейін. Сіз батыстың, Ресейдің киносын көреміз. Славян халықтарының фильмдерін көреміз де өзімізді сол жердегі қыздармен салыстырамыз. Олай болмайды. Қазақ қызының болмысы мен жаратылысы бөлек. Восток деле тонкое деген сияқты шығыс қыздарының өмірге көзқарасы, психологиясы мүлдем басқа. Мысалы, біздің көңіліміз нәзіктеу, әсеріміз де айрықша. Еуропаның немесе көрші орыстың қыздары кішкентай кезден боқтық сөздерді естіп өсуі мүмкін. Әсіресе ішімдік ішетін отбасылардың балалары әртүрлі ұятсыз анекдоттарды, боқтық сөздерге құлағы қанып өседі. Сондықтан олардың анайы өмірге, тұрпайы әрекеттерге иммунитеті мықты болады. Өзі де боқтап жүре береді. Кейін оның күйеуі боқтайтын болса көңілін алмайды. Неге? Әкесінің шешесін боқтап жатқанын естіген, немесе кішкентай кезінен аузын үйреткен, бөпе кезінен оны да боқтаған. Боқтыққа құлағы да жүрегі де үйренген. Сондықтан үйленген кезде керісінше боқтағаннан ләззат алып, боқтап айтқан тапсырманы анық түсінуі мүмкін. Боқтаған кезде істің нүктесі қойылуы мүмкін. Ал енді қазақ қыздарының жан дүниесі боқтыққа емес, қырық үйден қамқорлыққа бейім болып жаратылған. Қырық үйден қамқорлық көрсетуіміз керек. Жай ғана қарапайым мысал айтайын. Аюдың өзін қараңызшы, қоңыр аю бар, ақ аю бар. Екеуінің аты аю, бірақ ақ аю солтүстік мұзды мұхитта, Арктикада өмір сүреді. Ал қоңыр аю орманда, тайгада тіршілік етеді. Қоңыр аю бал, ақ аю балық жейді. Екеуінің жейтін тамағы да бөлек. Екеуінің тіршілік ететін климаты да бөлек. Екеуінің салмағы да, екеуінің өмірді қабылдауы да екі бөлек. Бірақ аты аю. Аты қыз болғанмен, Еуропаның қызы, қазақтың қызы, орыстың қызының өмірді қабылдауы мүлдем бөлек. Бір-біріне ұқсамайды. Сол себепті шығар. Қазақтың қызы шетелге шықса, немесе басқа жаққа барса, бәрі шай бергісі келіп тұрады. Елден біреу келіп қалса, соны қонаққа шақырғысы келеді. Сен Парижде тұратын орыс қызының пәтеріне мүлде кіре алмауың мүмкін, бірақ Елисей алабындағы бір қазақтың қызымен кездесіп қалсаң, сені шайға шақыруы мүмкін. Мен Иорданияға іс-сапармен барған кезде бір араб жігіт бізді алып жүрді. Әйелі қазақтың қызы екен. Бізден сәлем айт десем, ертеңінде әлгі арабтың жігіті 2 термос шай әкеліп тұр. Әй, мынау не десем, қарындасың беріп жіберді дейді. Біз шай сұраған жоқ едік қой десек, енді қазақтарда солай екен ғой. Қыздың жаманының өзі бір құмған шайға жарайды деген сөз бар екен ғой сіздерде дейді. Сонда қазақта қыздың жаманының өзі бір құмған шай беруге жарайды деген мақал бар екенін ұмытпаған. Қазақтың қызы бәрібір қонақжай, қолы ашық. Қазақтың қызы бәрібір көңіліне нәзік алады, жанашырлық сезімі жоғары болады. Сондықтан біздің генімізде, яғни қанымызда, жан дүниемізде қыз бала қамқорлық көруге бейім жаратылған. Ана орыстың Украинаның қызы да жүр ғой, ештеңе жоқ деп Украин орыстың қызы мен қазақтың қызын салыстырмау керек. Қазақтың жігіті қай жерде жүрсе де қазақтың қызының қалын сұрап, бір ауыз жылы сөз айтып, қамқор болып жүруге тиісті. Өйткені ол біздің жаратылысымыз, ол біздің тарихи санамыз, ол біздің табиғатымыз.
Қазақтың қыздарының құндылығын ағалары көтеріп жүруі керек. Әсіресе сіз бен біз сияқты ел ағалары. Қарындасым, айналайын, қалың жақсы ма? Не көмек керек? Сен қазақтың қыз екенсің, менен не жәрдем керек деп сұрай жүруі қажет. Ішіндегісін айта алмай жүрген кейбір қыздар осындай жылы сөз естігенде жылап қалады, немесе қуанышын жасырмай айтып жатады. Ал өкінішке қарай қаншама қиянат көрген, қамқорлық көрмеген, алдау-арбауға түскен қыздарымыз бар. Былайша айтқанда сынып біткен сүйек сияқты сындық қиындықта өзімен өзі тырысып бүрісіп өмір сүріп жатыр. Неге? Себебі олар қамқорлықты дер кезінде көре алмады. Өзін өзі бағалау тек қана өзіңе өзің инвестиция салып, өзіңді ғана көтере беру емес. Негізі бұл сөзді мен қоғамдағы басқа да тұлғаларға ой салу үшін айтып жатырмын. Қыздың қадірін негізі төңірегі бірінші кезекте көтеруі керек. Біз кейде қыздарымызға қаншайым, патшайым, менің аспандағы жұлдызым дегенді айтамыз да. Бірақ іс жүзінде олай бола бермейді. Іс жүзінде оны еркелете бермейміз. Ол саған ойын айтып, бір көмек сұраса бетін қайтарып тастаймыз. Бір ойнап ойындағысын айтқысы келсе, тыңдамай қоямыз. Әке-шешесімен ойнақсы келсе уақыт бөлмейміз. Ел аузымызбен, ал аузымызбен қаншайым, патшайым деген сөздерді айтамыз. Ол сөздер ісіңізден көрінсін. Қыз шын мағынасында үйде өзін қаншайым сезінсін, өзін ерке сезінсін. Ол сөздерді құлақпен ғана ести бермесін. Ол патшайым, қаншайым болуды жан дүниесімен сезініп, ерке болып өссе, оның ертеңгі күні қайтарымы бар. Ол болашақта оны күйеуіне махаббат қылып сыйлай алады. Ол ерке келін болып, әулетті алға сүйрейтін энергия таба алады. Егер жас кезінде аса қатты еркелік көрмеген, қаншайымсың, патшайымсың деген сөздерді көп естіп, соған алданып қалған болса, қыз барған жерінде бала кезінде алмаған витаминдерін, қолдауларын күйеуінен іздей бастайды. Қаншайым, патшайым деп айтсаңшы маған, немесе енем мені қызындай көрмеді деп жоқ нәрсені іздей бастайды. Ал үйінде шын қаншайым, патшайым болған қыз келін болып барған жерінде енесінің жылы сөзін, күйеуінің тек қана еркелеткенін жаутаңдап күте бермейді. Өйткені ол еркеліктің толық рахатын көрген. Ол енді әрі қарай энергия тауып, өмірдің қиындықтарымен күресе алатын қызға айналады. Демек, қаншайым, патшайым деген сөзді ауызбен айтып бермей, қызға іспен көрсету керек. Қыз шын мағынасында үйіміздің ішіндегі қаншайым сияқты өмір сүруі керек. Қазақта жасы келіп, тұрмыс құрмаған қызды оң жақта отырып қалған қыз деп атайды. Отырған қыз орнын табады деген бар. Сол оң жақ деген не десек, қазақтың киіз үйінің ішінде оң жақта бір бұрыш бар екен, оның пердемен қоршап қойған. Ол қыздың орны. Яғни бір бөлмелі киіз үй болса да, соның ішінен бір бөлме жасап қызға орын дайындап берген. Ұлдың ондай орны жоқ, ата мен әженің орны жоқ, бірақ қыздың орны бар. Неге? Қыз шашын тарайды, қыз әшекейлерін қояды, көреді, қыз демалады, ойнайды, күледі, үйге бөтен еркек келеді дегендей, қыз оның көзіне түспесін деп қыздың орнын пердемен қоршап қойған. Сосын үйде біреу қайтыс болғанда да мәйітін оң жаққа қойған. Мәйіт оң жақтан шығарылған. Ондағы мағынасы үйден шыққан мәйіт қайтып келмейді. Үйден ұзатылған қыз да қайтып келмесе екен деген ниет екен, тілек екен.